إننا الأبطال لا نحني الرؤوس، إننا للمجد أرخصنا النفوس. خالد في البر كان ليث حق، في البحار كان حوتا بربروسا. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның нұры. Мұхаммед алейхиссалам Аллаху Тағаланың сүйікті құлы. Жаратылған барлық адамдар мен басқа жаратылыстардың барлық тұрғыдан ең үстемі, ең көркемі және ең қадірлісі. Аллаху Тағала мадақтаған бүкіл адамзат баласы мен шындарға пайғамбар ретінде таңдап жіберген соңғы және ең үстем пайғамбар болып табылады. Ол әлемдерге рақымдылық ретінде жіберілген. Барлық нәрсе оның құрметіне жаратылған. Қайта-қайта мадақталған, өте көп мадақталған деген мағынаны білдіретін Мұхаммед алейхиссаламның Ахмет, Махмуд, Мұстафа сияқты есімдері де бар. Әкесінің аты Абдулла. Өзі хижреттен 53 жыл бұрын Рабиул Аувал айының 12-ші жұлдызында дүйсенбі күні түнде таңға жақын Мекке-и Мукаррамада дүниеге келді. Тарихшылар бұл күннің милади жыл санағы бойынша 571 жылдың сәуір айының 20-сына дәл келетінін айтады. Дүниеге келуінен бірнеше ай бұрын әкесі Абдулла 6 жасында анасы Амина қайтыс болады. Сол себептен де пайғамбарымыз Дүр-и етим, жетімдердің гауһары деген лақап тағылған. 8 жасына дейін атасы Абдул-Муталибтің, ол қайтыс болған соң көкесі Абу-Талибтің қасында болды. 25 жасында Хадиша Кубра анамызға үйленді. Одан туған тұңғыш баласының аты Қасым болатын. Арабтарда кісінің атын тұңғыш ұлының атымен қосып атайтын. Сондықтан пайғамбарымыз Абул Қасым, яғни Қасымның әкесі деп аталды. 40 жасында оған бүкіл адамзатқа және жындарға пайғамбар болғандығы Аллаху Тағала тарапынан білдірілді. 3 жылдан кейін барлық адамдарды иманға шақыра бастады. 52 жасында Миғраж оқиғасы орын алды. Милади 622 жылы 53 жасында Меккеден Мәдинаға көшті. 27 рет соғыс өткізді. Хижри 11 жылы Рабиул Аувал айының 12-сінде дүйсенбі күні сәскеде 63 жасында Мәдина-и Мунауарада қайтыс болды. Аллаху Тағала барлық пайғамбарларды есімдерімен атаса, оны Хабибім, сүйіктім деп атаған. Хақ Тағала бір аятта: сен әлемдерге рақымдылық етіп жібердік. Әнбия сүресі 107 аят. Және бір хадис құдсиде: сен болмағанда еш нәрсені жаратпас едім деген. Әрбір пайғамбар өз заманында, өз мекенінде, өз қауымынан барлық тұрғыдан жоғары тұрды. Ал пайғамбарымыз Мұхаммед алейхиссалам болса, дүние жаратылған күннен қияметке дейін барлық кезеңде, барлық жерде келген кеткен және келетін қауымдардың ең қадірлісі, ең үстем болды. Ешкім ешқандай тұрғыдан одан жоғары бола алмайды. Хақ Тағала оны солай жаратқан. تبينت نورك في المطر.